Менің атым Нұрем Жайлыбай Көбейсінович. Осы Қараөзек районы Қойбақ абыржысында жасаймыз. Шаруашылығымыз осы. Қызылқұмда қой әзір, қой қырқым маусымы әзір, қой қырқып атырмыз. Қой қырқым, қой жуамыз. Қой 3 күн 4 күн қырқылады. Жабағы жын деп айтылады бұны. Жабағы қырқым деп айтылады. Одан кейінгісі ендігісі сентябрьдің басында басталады күзен қырқым. Қой жуудан басталады, қой жуылады, одан кейін қырқылады. Сол енді аяқталады, қырқылады, дәріленеді. Осы шаруашылықтың жағдай осындай. Мәселен, қойды қырқылады, бағанағы жерге жуылады, одан қырқылады, дәріленеді. Сонымен енді адамына қарайды, адам көп болса бір 3 күнде боласын, адам аз болса 4 күнде болады. Сондай енді қырқым давам еткен сол. Бәһәрде келу процесін айтып тұрыңыз ба? Бәһәрде февраль марттың 1-інде осы жерде боламын мен. Сентябрьдің 5-6-сында ауылға қайтам. Соған шейін осы жерде боламын. Бір күнде қалай қарамыз? Енді мәселен қойды бәһәрдің кезінде азанда сағат 7:30-8-де қораға келесің. Қойды шығарып бағып кетеді. Содан мәселен азанда сағат 7:30-8-де шыққасын, уақыт 9-да шығып кетесің. 9-дан сол кешке күн батам дегенше қойдың ізінде жүресің ғой енді. Адам ізіңнен барса барғаны, бармаса азаннан кешке шейін бағуға тура келеді. Бұл қойды азаннан кешке шейін бағасын. Қойды бізде де қораға қамап қойып, оған жем шөбіміз, оған жетіспейді жоқ оған. Өз аяғынан тамағын тауып жейді бұл мон. Жыл 12 ай. Ол біздерде қорада тұрып мал от жемейді жоқта. Енді бір тәжірибе болғанда бұны қула қарап шығарасын. Мәселен, қула тәріпке шығарған кезде әстен содан жайылып, шөп жеп таусылғасын шығысқа қарап айланады. Мәселен, шығысқа айланады, шығыс жеп болса арқаға айланады дегенде. Сосын ертең февралдың сентябрьге мәселен бір қапталым қалады, арқа жақпенен батыс жағым қалу керек. Өткен себебім келесі жыл февралдың марттың 1-інде осы жаққа келгенде былтырғы осы биылғы шыққан шөп сол қызылда құмда қалады. Соған келесі жыл көшіп келген кезде көк осындай жетілісіп шығам дегенше сол шөп жеу керек та бұл. Түсініп отырсың ба? Әзір мәселен жеп кетсе, ертең бәһәрде ерте келген кезде көк шығам дегенше қиланып қаламыз да біздер. Құбыла шығысқа әзір бағып алып тұрып қалған арқа батыс. Мәселен құлаға бағылады, шығысқа бағылады. Арқа менен батыс қалады. Ендігі жыл келесі жыл бәһәрге қалады. Марттың 1-інде осы жерде боламыз. Жылда. Сондай болып айлана береді. Мәселен жан-жағымыз шофан айтып бөлініп кетсе қосылса жаңа ең таңбасы бар айыр боламыз. Мәселен жан-жағым бар шофан ғой мен. Еді саптың қожа мына жерге көшіп келеді жақын арамыз. Мына жерде есебек отыр. Мәселен да енді. Жоқ, белгілеп бергенде өзара шекара болады өзімізде. Мәселен сен жаңағы сен мына жерден былай қарап өтпе, мен былай қарап өтпеймін дегендей ше. Тең ортада не болады сосын. Енді кәптің арасы оңышу керек. Ол да шаруашылығы бар, менің шаруашылығым бар. Орам оңышу керек, мен де оңышуым керек. Сондай бірін-бірін емізге кіре бермейміз. Жоқ, ондай тәрәпіше, ондай белгілеп берілген жер жоқ. Өздеріміз келісімді арқалы сөйтіп белгілеп бағылады. Әзір енді апрель айынан бастап, сол даже сентябрьге шейін түнде жайылады. Күнде жайылмайды, күндіз күн ыссы болады, шуақ ыссы болады. Күндіз оттамайды бұл. Енді ол қойдың неғылғанда көкшөптің биыл, мәселен 1-3 жылдан бері көкшөп болып тұрды. Жаман болып тұрған жоқ, қуаңшылық болып тұрған жоқ. Жақсы дегенмен де шөптің малға несі жоқ, жұғымы жоқ. Жаңа айтқандай бағана айттым ғой, қалдық жоқ та. Мәселен, раң деген шөп көккүнбек шығып тұрыпты. Сыққан кезде көк сия шықпайды да одан.
өлі шөп та, өлі шөп ол жер. Бұрын жақсы еді. Бұрын жыл алдын айтқанда, ол бұдан бір 10 жыл алдында, 10 жыл ар жағында, 10 жыл ар жағында жақсы еді. Енді шөп жақсы, шүкір болады, Құдайға шүкір, мағатта шүкір болады. Шығып тұр ғой, былтырам жаман болмады, биыл да жаман болмады, құм көк шөп шығып тұрды. Дегенмен де бәрібір білмеймін енді. Қойларға ешкіге қарап айраламыз ба? Жердің жақсы болған. Қой ешкіге қарап тұрып не? Айырғанда енді тәуір болады, бұлаққа шейін оңалы көрек қой енді. Әлі оңал алмай жатыр дұрыс, ала алмай жатыр өзін. Қой ешкілерден лиззат үшін көбірек пайдаланасыз дейді да. Мысалы сүттен болса сүтті қалай пайдаланасыз, жүні болса жүні, көші болса көші. Енді бұны көбіне сүт жоқ болса сауып ішеміз, көшін жейміз, сатамыз, көші қонымыз бар, майының расходы бар. Сондай осы бала шағамыз бар, ішіп жейміз. Соған өзіміздің осы басқа түсім жоқ, осыдан күн көріс. Жүнге кеп атып та қайттан азымыз сұрауын беріп кетуім керек та. Айттыңыз ғой соны да видео үшін да. Жүнді сататын болсаңыз кімге сатасыз дейді, қалай пайдалануға болады дейді да жүнді. Жүнді енді бұны жүнді болғанда күземгісін көбіне киіз басуға алады. Енді мен бұрынғы уақытта енді мәселен Союздың кезінде түрлі зат шыққан, байпақ шыққан, бұдан шинел деген зат шыққан, мәселен бұрынғы Союздың кезінде да, оның бержанда мен өзім көзім есім білгелі бұл зат алмайды ешкім. Бұны алғанда енді киіз басу үшін алады, мынақтан жаңағы Қызылқала жақтан бір-екі балдары береді, күземде келіп алатындар да ше. Солар келіп алады, оған басқа уақытта білмедім, дақта көбірді енді ашылып алады дейді. Дегенмен де оған таза болмаса алмайды дейді. Мәселен ошаған бар бұның ішінде, ошаған болса болмайды дейді. Ошаған болса скаспайды дейді. Жүнді неға тастамайды кетіңдер? Жүнді не қыламыз? Жүнді қырқып аламыз, ана жерге апарып тастап қойып тұрмын, апарсаң көрсетсең болады, мына жақын мына жерде құраң артында. Жүнді жинап қойып жатырмын, тастап жатырмын. Қалады жүн болған. Мәселен, бір басына 10 мың сомнан қырықтырып жатырасыз бала. Жуып қырқатын болса 12 мың сом. Басына. Бұл жүн 1000 сомға да өтпейді. Мәселен, сондай енді. Бәрібір қырқылу керек. Қырқылу керек, қырқамыз. Қырқып жатырмыз. Ондай заттар білмеймін мен. Енді мәселе әйтеуір өз әкеммен баққан, әкемнің әкесі осы қойды баққан ғой. Осы көзімді ашқалы осы сатып көрдім, соны істеп жатырмын мен бұған. Жаңағы көзімізді ашқалы осы шаруашылықтамыз. Қойды мәселен түне бам, енді түне әзіріне балдар әйтеуір, шүкір балдардың жетілісті түнейді осы балдар. Болмаса жас кезінде түнейдік әйтеуір. Әлі түнекте ғой қой, түнімен түнейді балдар ішінде. Енді мәселен жаңағыда түнегенде мақсат, жаңағыда қасқыр келмеу үшін, шағал келмеу үшін, адам болса да болмаса әйтеуір келіп жатса айт деп не қылу үшін аз-маз адам болса сескенеді ғой. Сол себептен түнеледі. Болғаны. Басында қарауылшы түнде. Енді шариғат болса болады негізі мал бақсаң. Шариғат болса енді гәптің арасында айтқанда қызыл әйтеуір шүкір болып тұрыпты. Енді ойға барғаннан кейін қыстауымыз қиындау болады. Енді гәптің арасы жер жоқ. Бұл малды егіз бақсаң болады. Бақсаң болады. Оны дегенмен енді қойса былай. Мәселен, оған шариғат керек қой енді. Жыл 12 ай бағылу керек, қысы бәһәрің болады. Қыстау қиын, қыстау жөні қиын. Мәселен, өзің білесің, тоғайға кіреміз, тоғайға налог төлейміз. Фермерге кірсең бір нәрсе беруің керек. Жер жоқ та, қысы жағы қинайды біздерді көбіне көп. Шаруашылық жөні сояғындай сондай болып кетті. Сосын бұның енді mesela шөбінің айтып отқандай жаңағыдай бір тез қурайды. Малға жұғымы жоқ деген себебім бұдан бір 4-5 жылдықтарда епті қыстан шығып кетуге болатын еді. Қыстан әрең шықты. Күзде күзгөк болды ауылда да. Жер көгерді жаңбырмен ше. Сонда да қыста тоғайға барды. Тоғайым жаман болмады дегенмен де қыста зорға шықты. Мәселен шөбдің жұғымы жоқ деген сөзім түсініп айтып қарағанда өзім түсінігім бойынша сондай болды. Мәселен өзіме сонда түйілем да, өзім ойлаймын да сөйтіп. Болмаса бұл шөп неге мал күйлі болды, жазда да жаман, осы жақтан да жаман болмай барады, ауылға барғасын көк шөп жеді. Қыста күнім салқын, баяғыларда суық жоқ қой енді әзір. Күн жылы.
қысам жаман болмады негізі. Дегенмен де қой дегенмен төмен болып шықты да күйі. Туу жағында да қиналып туды. Жем сатып алып бердім, шөп сатып әкеп бердім. Мәселен шөпті әзір шөп майдалақшы майдалап, әме бар өзің білесің. Сонда шөп майдалайтындармен майдалап, қалталап, жемден шөптен беріп тұрдым туып атқан кезінде. Мәселен де сол жерде енді бұл балдар көреді, үйренеді. Ар жағында бар бала үйренеді. Ол ар жағында егер үйренеді, балдар үйреніп қырқып жатыр, шүкір балдардың бәрі үйреніп қырқып жатыр. Бала шағамыздан қырқады өздеріміздің. Бәрім енді үйренеді, қырқады, үйренеді енді. Ол өзі бір көзбен көріп үйренеді ғой, үйретесің білмеген жерін. Сондай екен. Оның енді бұның бір оқуы жоқ қой. Көмбастол қырқат, қызығушылық болса үйреніп кетеді, қырқат. Қырқып білмейтін балдарам үйреніп қызығушылығы болса, бір ұстағанда үйреніп кетеді, қырқып кете береді. Бұны бар ғой, малды баққанда, малдың жалпақ тілде айтқанда оң терісін білу керек. Сосын жағда ерінбеушілік болу керек. Бұған азмас бір 50-ге 50 жандасу керек. Мәселен, ықылас танып ше. Оны жаңа мен мал бағам, мен ақшам бар, аламын, алып болып оны, мәселен, сататын болсаң, қартайған, жас тоқтасқан сатуын керек. Сойсаңам соны союын керек. Сатсаңам, өткені балдарынан ұрғашы төлдерін, балдарын қалдыруын керек. Оны сен жаңағы сойсаң, сатсаң, жасын сатсаң, жасын сойып жесең, қартайған өледі, соның қораң босайды. Енді сондай енді жастарға айтатын сол. Енді білмесе пайдасы жоқ, шаруашылық жөнін түсінбесе қиын. Түсінгенде мақсат сол айтуын. Айтуын жаңағыдай ерінбеушілік болу керек. Мал мәселен жайылып атқан кездерде бағып атқан жеріңе қарауың керек. Мына қатарда малда жерге от бар ма жоқ па, не жеп атыр. Тамағы тоя ма тоймай ма мына жерге баққанда мақсат. Соны білу керек. Кейінгісі балаларыңыз сол жұмысты істеуді қалай ма, басқа жұмысты істеуді қалай кетеді ба? Балдарға қарасаң, әзірге жастар мал бақпайды. Әзірге жас балдар мал бақпайды. Мал бақайын деп тұрған бала жоқ. Әзір енді бұның қиын мал бақтыру, балдарға мал бақтыру әзір. Мал бақпайды әзір жастар. Бұлар үйренбейді. Түнекке кеткен балам бұлай шығады, ұйықтап қалады. Қой азанда қоям жоқ. Сондай болады. Сондай жағдай енді. Оны әзір балдар қиын мал бақпайды әзір. Енді маслағат бергенде малды енді ерінбей бақсаң қарның тояды. Бұл малды бақсаң, мәселен, қалтаңда пұл болады, үйіңде ет болады бұны бақсаң да. Бұл малды баққанда мақсат сол. Бұны бірақ бағалды негізі қойды тұяғынан қатты адам бағады дейді. Бұл малды туған кезінде, мәселен, әр қойға бір адам болса да аздық етпейді деген сөз жер бар, ата-бабадан қалған сөз бар. Әр қойға бір адам керек туған кезінде бұның, туымның кезінде. Бұның енді машақаты көп қой бұның. Айта берсең машақаты көп бұның. Көріп жатырмыз ғой бұның. Ысында жаңағы өзің білесің ғой, нақыл бар ғой. Диқан жауында тынады, балықшы дауылда тынады, шопан өлгенде тынады деген жерлер бар ғой, өзің білесің. Сондай нәрсе ғой бұл. Оның несін де аласың.